Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы замиокулькас, яғни доллар гүлі туралы айтатын боламыз. Осы доллар гүлі үшін қандай 10 әдісті қолданамыз, сол туралы айтатын боламыз. Доллар гүлі ол құнарлы, жеңіл борпылдақ топырақты жақсы көреді. Егер де топырақ құнарлы болмаса, онда гүлге тыңайтқыштар беруіміз керек. Міне мен сіздерге топырағын көрсетіп жатырмын. Бұл жерде торф, вермикулит, гүлдерге арналған топырақ, кокос субстраты, ағаш көмірі бар. Егер де басқа қоспалар жоқ болып жатса, онда теравита топырақ және соған вермикулит, перлит қоссаңыздар, ол гүлдің топырағы жақсы құнарлы борпылдақ болады. Және ол топырақ гүлдің тамырына ауа өткізгіш су жіберетін болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау равын қара доллар гүлі, бұның топырағы өте жеңіл, құнарлы, сондықтан да бұған құйған су бірден табақшасына ағып кетеді де, бұның топырағы тез кебеді. Міне кеше бір жеті болған, құйғаныма уже топырағы кеуіп, бұған су құю керек болып тұр. Енді ертеңнен бастап бұған қасына тыңайтқыштар қосып су құятын боламыз. Екінші әдіс ол жапырақтарына су бүрку. Ол жапырақтарына су бүрккенді жақсы көреді, душқа түсіргенді жақсы көреді, бірақ су жылы болу керек. Егер де біз салқын сумен жапырақтарына су шашып немесе душқа түсіретін болсақ, оның жапырағы сарғая бастайды мұздай судан. Жапырағын шаң басудан қорғауымыз керек. Бұның біз жапырағын біртіндеп сүртіп отыра алмаймыз. Бұның жапырағы көп болғандықтан бұны тек душқа жақсылап жуып аламыз. Бұған ол қуанбаса ренжімейді. Душқа екі жетте бір рет жылы душқа түсіріп алсаңыздар болады. Үшінші әдіс бұл уақытылы гүлді суарғанды жақсы көреді. Өзіңіздің бөлмеңіздің ауасына қарай суарып тұрсаңыз, гүл сізге рахмет айтатын болады. Қандай сумен суарамыз дейтін болсақ, ол тынған жылы су болу керек. Краннан алынған тікелей мұздай суды құюға болмайды. Ол кезде сіз гүліңізді өлтіріп алуыңыз мүмкін. Оның топырағының кепкенін қалай білеміз дейтін болсақ, қолымызды, саусағымызды топыраққа салып көрсек, топырақ 1 см, 2 см кепсе, ол кезде гүлді суара беруге болады. Ал егер де гүлдің топырағын біз қатты түбіне дейін кептіретін болсақ, ол кезде суаратын уақытта шылқытып, мол бір суарып аламыз да, содан кейін бұл гүлді жайына қоямыз. Төртінші әдіс, ол гүл тар ыдысты жақсы көреді. Ыдысы тар болған сайын ол әдемі тез өсетін болады. Бұл жылына бір рет отырғызсақ, өзінің отырған ыдысынан 1-2 см үлкендеу ыдысқа отырғызуымыз керек. Гүлінің ыдысы тар болған сайын ол өзінің тамырын үлкейтіп ыдысқа толтырады да, содан өскіндерін беріп, жақсы жапырақ жая бастайды. Ал егер де бұның ыдысы үлкен болатын болса, ол ыдысын өзінің картошкасымен, тамырымен толтыра алмайды да, содан кейін өскін шығара алмайды. Сондықтан да біз бұған тар ыдыс таңдауымыз керек. Алтыншы әдіс, бұл гүлді органикалық тыңайтқыштармен де суарсақ, ол тыңайтқышты бұл жақсы көреді. Органикалық тыңайтқыш дегеніміз өзіміздің үйдегі күнделікті жеп отырған жеміс-жидектер болсын, көкөністер болсын, солардың қабықтарынан жасалынған тыңайтқышты беріп отырсақ, ол тыңайтқышқа да жақсы өседі. Гүл тыныш жайлы өмірді жақсы көреді, бірақ гүлді біз көбейту үшін жапырақтарын кесуімізге тура келеді. Сол кезде бұл гүл күйзеліске түсіріп, өзінің өсуін баяулатады, өсуін тоқтатады. Сондықтан да бұл гүлді біз жиі кесуімізге болмайды. Негізі жай доллар гүлі, оны біз кессек те, бөліп отырғызсақ та, ол күйзеліске көп ұшырай бермейді, өсе береді. Ал мына қара доллар гүлі, ол жапырақтарын кескен уақытта күйзеліске ұшырап, өзінің өсуін тоқтатады. Сондықтан да біз бұл доллар гүлін көп мазаламауымыз керек. Бұның жапырағын ол қашан ыдысын толтырып, көп жапырақ шығарғаннан кейін барып, оның көне жапырақтарын қисақ болады. Сегізінші әдіс, гүл ала көлеңке жерді жақсы көреді. Тікелей күннің көзінде тұрса, оның жапырақтары сарғайып, өзін жайсыз сезіне бастайды. Сондықтан да гүлді тікелей күннің көзінен біз қорғауымыз керек. Ал қатты күн түспейтін көлеңкеге қойсақ та, бұл гүлдің жапырақтары бозарып, өзінің түсін кетіреді. Сондықтан да гүлді неғұрлым ала көлеңке жарығы бар жерге қойғанымыз дұрыс болар деп мен ойлаймын. Болмаса, қосымша жарықтандыру болса,
тіпті жақсы, бұл ол кезде де жақсы өсетін болады. Ал енді 9-шы әдіс, бұл гүл желді жақтырмайды. Егерде терезе ашатын болсаңыздар, бұл доллар гүлін терезеден алыстау қойып, үйіңізді желдетіп алғаннан кейін барып, қайттан терезені жауып, сосын барып терезенің алдына қойсаңыздар болады. Сосын жазғы уақытта бұл кәдімгі кондиционерден шыққан мұздай желден өзін жайсыз сезініп, жапырақтарын сарғайтып, жапырақтарын тастай бастайды. Сондықтан да кондиционерді қосқанда, кондиционер қосылмаған бөлмеге апарып қойсаңыздар жақсы болады. 10-шы әдіс, бұл гүл гүлдегенді жақсы көреді дейді, бірақ менің доллар гүлдерім әлі гүлдеп көрген жоқ, бірақ кейбір адамдар гүлдерін көрсетіп жатады, бірақ бұның гүлі ондай әдемі емес. Сондықтан да бұл гүлдеген уақытта бірден гүлін алып тастаған дұрыс. Өйткені бұл гүл гүлдесе, барлық күшін сол гүлін шығаруға жібереді, өспей тұрып қалады, өскін шығармай. Сөйтіп өспейді. Сондықтан да бұл гүл шығарғанда гүлін алып тастап отырсақ, арман қалай бұл гүл өзін жақсы сезініп, жақсы өсетін болады. Міне мен сіздерге кішкене ғана осы өздеріңіздің жақсы көріп үйде өсіріп жүрген доллар гүлдеріңізге арналған 10 әдісті түсіндірдім. Сіздерге түсіндікті болды деп ойлаймын. Егерде менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.